Ал сабаққа дайынсыз ба? Олай болса, балалар бізге үй тапсырмасы не беріледі? Еңбек құқығын қалай қорғалады? Еңбек құқығы қалай қорғалады? Балалар, еңбек ететініңіздер кім? Жұмыскерлер. Және бізге кім жұмыс береді? Жұмыс беруші береді. Олай болса, біздің бірінші тобымыз жұмыс беруші топ болып бөлінеді. Екінші топ жұмыскер тобы. Және үшінші топ. Өз орындарыңа қалып, өз орындарыңа қазір тақтаға қарап бөлінесіңдер, жарай ма? Ал орындарға отыра қойыңдар. Бірінші топ жұмыс беруші топ. Отырады ма? Екінші топ. Арқылы сұрағым келді. Сіздерге ұяшықтар беріледі. Осы ұяшықтарға топтар өздері жауап беріледі. Олай болса, жағдаят тірек сөздер арқылы осы жағдаятты шешеміз. Жағдаятта бізде кім шығады жағдаятқа? Кім шығады? Бізге берілген жағдаят болады жұмысқа орналасу кезінде еңбек шартын жасасты. Жұмысы үшін еңбек шартына сәйкес әр айдың 15 күніне кешіктірмей жалақысын алуы тиіс. Bir aydan кейін жұмыс беруші жалақыны бермейді. Bir апта өткеннен кейін жалақының жартысын беріп, қалғанын келесі айлыққа қосып беретінін айтты. Болат оған қарсылық білдіріп еді. Жұмыс беруші оның құқығын бұзғанын айтты. Жұмыс берушінің әрекеті заңды болып табылады. Жұмыскер мен жұмыс беруші арасында еңбек шарты болады. Ол шартта әр айдың әр белгіленген күнінде жалақыны беріп және өз мөлшеріне жұмыс жасау қажет. Жарайды, екінші. Еңбек құқығы дегеніміз не? Кім жауап береді? Қай топ жауап береді? Еңбек құқығы. Право. Еңбек құқығы дегеніміз үдерістері қоғамдық қатынастарды реттеп отыратын құқықтық нормалардың жиынтығы. Жарайсыз? Келесі, ұяшық. Конституциялық кепілдік дегеніміз слушайте. Қазақстан Республикасының Конституциясында Конституция негізінде әр адам аман еңбек етіп жалақы алуға Жарайсыз. Дұрыс. Келесі. Еңбек жағдайлары. Еңбек жағдайлары деп сөйлейді. Қалса? Еңбек жағдайларында бізде еңбек тәртібі, ақы төлеу және тынығу тәртіптері кіреді. Жұмыс беруші кім бізде? жұмыскер еңбек қатынастарында тұрған жеке немесе заңды. Келесі. Еңбек шарты. Жұмыскер мен жұмыс беруші арасындағы жазбаша келісімшарт. Келесі. Еңбек қатынастары. Кім жауап береді? Үшінші топқа. Еңбекші тобына. Еңбек құқығының қатынастары. Еңбек құқықтық қатынастар бізде үшке бөлінеді. Еңбек құқықтық қатынастар бізде объектісі, субъектісі және мазмұны болады. Еңбек құқығының субъектілері. Слушаш, Еңбек құқық субъектілері бізде үшке бөлінеді. Жеке субъекті және ұжымдық субъект және мемлекеттік субъект. жеке субъектіге кім жатады? Кімдер жатады жеке субъектіге? Кәусар. Азаматтар және шетелдік азаматтар, азаматтығы жоқ азаматтар және де оралмандар жатады. Ұжымдыққа кім жатады? жұмыс беруші одақтар және комитеттер. Мемлекет
жұмыс берушімен жеке қатынастарда тұрған жеке тұлға немесе заңды тұлға. Олай болса балалар, бізде бағалау фишка арқылы бағаланып, топ жетекші өзі бағалап отырады. Алдарында фишка тұр, конвертті ашып, бағалап шығамыз. Мына суретте биометрия әдісіне қараймыз. Осыны қарағанда бүгінгі тақырыпты ашайық. Суретте кім деп көріп тұр? Жұмыс беруші тобына. Bu surette 18 yaşında mağaza sektörlerinin жұмыс істеп тұрған көп. Дұрыс. Келесі. Ержан. Бұл жерде жазғы мезгілде оқушылар сауда-саттықпен айналысады. Жазғы мезгілде сауда-саттықпен айналысатын оқушылар бар, иә? Жарайды. Келесі. Айсұлтан. Кәмелеттік жасқа толмаған оқушылар жұмыс істеп ақша тауып жүр. Кәмелетке толмағандар. Яғни бүгінгі біздің сабағымыз кәмелетке толмағандардың еңбегі заңнамамен қалай қорғалады. Сабақтың мақсаты кәмелетке толмағандардың еңбегі реттеу мәселелерін қарастырамыз. Бірінші тапсырма бермес бұрын сендерге қазына бейне материалды көрсеткім келіп тұр. Видеороликті көріп шығайық. Түркістандағы жер асты жолында бұл жеткіншектер салмақ өлшеп қызмет көрсетуді кәсіпке айналдырған. Күндіз де кешкі уақытта да олар осы жерден шықты. Біз де жасырын камерамен балалардың бұл қызметін сыртынан тек әңгімеге тартып қойдық. Кейін базардың әр нүктесінде нәпақасын тауып жүрген біраз баланы байқадық. Кейбір жоғары сынып оқушылары еңбек жолын даяшылықтан бастаған. Солардың бірі мына бойжеткен. Негізі сау асамай ақсатқой. Елімізде оқушыға жұмыс істеуге болмай деген заң жоқ. Жұмыс істеп не қызмет көрсету арқылы табыс табуға болады. Тек бір ғана шарт. Ата-ана не қамқоршысының келісімі арқылы ресми жұмысқа тұру керек. Есесіне заң кәмелетке толмағандардың еңбек құқығын айрықша қорғайды. 16 жас жұмысқа қабылдауға болатын ең төменгі жас. 14 жастағы бала оқудан бос уақытта жұмыс жасауына болады. 16-18 жас аралығындағы балалар аптасына 36 сағаттық жұмыс істей алады. 14-16 жас аралығындағы балалар аптасына 24 сағаттық жұмыс істей алады. Ішімдік өнімдерін тасымалдайтын және өндіретін орындарда түнгі ойын-сауық мекемелерінде жұмыс жасауға болмайды. Яғни балалар біздің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кәмелетке толмағандар қанша жастан бастап жұмыс істеу керек екен? 16 жаста аралық 18 жас аралығында, иә, ол кәмелетке жасына толмаған балалар болып есептеледі. 16 жастағы балалар, 14 пен 16 жастағы балалар аптасына 24 сағат жұмыс атқаратын болса, 16 мен 18 жас аралығындағы балалар 36 аптасына 36 сағат жұмыс атқарып келеді. Олай болса балалар қатысымдерге тапсырма идея әдісі арқылы әдіс арқылы сендерге бірінші топ жұмыс беруші топ кәмелетке толмағандардың қандай еңбек құқықтары барын анықтайсыңдар осы видеоролик арқылы. Екінші, кәмелетке толмағандар үшін қандай жеңілдіктер қарастырылған. Және үшінші, кәмелетке толмағандар қанша жастан бастап еңбек болады. Саламыз. Уақыт беріледі балалар.
себептер мәселесін қарап, баланың шешімін береді. Ең соңғысы анализ. Себеп маңыздылығын талдауын жасайсыңдар. 10 минут уақыт беріледі балалар. Аймырда қосудыңыз бәрін 5 минут. Постер жазғанға және 5 минут. Бірінші топ. Жұмыс беруші тобы. Заң қабілетке толмағандардың еңбек құқығын айрықша қорғайды. Өйткені олар дене жағынан да рухани жағынан да толық жетіледі. Кәмелетке толмағандар 14 жастан бастап жұмыс істеуге болады. Бірақ бұл жұмыс істеген кезде оларда шектеулер болады. Оларға ауыр жұмыс жасауға болмайды. Аптасына 21 сағаттан жұмыс істеуге. Кәмелет жасқа толмағандар еңбек құқығы заңнамада жоғары деңгейде қорғалады. Олар кәмелетке толған, яғни 18 жаста аралығындағы адамдар секілді 36 сағат, аптасына 36 сағат жұмыс істеуге болмайды. Олар аптасына 24 сағаттан аспау керек. Біз оны шақыратын болсақ, кәмелетке толмағандардың өз құқықтары, еңбектері құқықтары бар. Жұмыс берушілер тарапынан жастардың құқықтары мен бостандықтары бұзылған жағдайлар бар. Жас азаматтардың өздерінің іс-әрекеттері жөнінде сотқа шағымдануға құқығы бар. Кәмелетке толмаған үшін қандай жеңілдіктер қарастырылған? 18 кәмелетке толмағандар үшін жұмыс уақыты, демалыс уақыты және басқа да еңбек кепілдіктері беріледі. 18 жасқа толмағандардың еңбек құқығын айрықша қорғайды. 18 жасқа толмағандарға белгіленген нормадан тыс ауыр заттарды көтеруге, тасымалдауға тыйым салынады. 18 жасқа толмағандар жастардың еңбегінде ерекшеліктер туралы Қазақстан Республикасының еңбек кодексінде айтылған. Бірақ бұл себептер қарамастан қазіргі 18 жасқа толған жасөспірімдер өздерінің денсаулығына кері әсер тигізер. Өздерінің жұмыстарға Қандай кері өздерінің денсаулығына кері әсер ететін жұмыстар ауыр зат көп жүк тасымалдаған екен, оның бел ауруына және де оның көп уақыт жұмыс істегеннен кейін ұйқының дұрыс болмауына әкеліп соғады. Келесі. Толмағандар қанша жастан бастап еңбек етуге құқылы? Кәмелетке толмаған балалар 14-16 жастан бастап жұмыс істеуге құқылы және де бірақ та олардың ата-аналарынан келісім-шартқа қол қойылады. Келісім-шартта жасөспірім таңдап алған жұмыстың және оның денсаулығына жеке басының мүддесін қорғау жайлы айтылады. Жұмыс беруші еңбекті қорғауды үнемі қамтамасыз ете бермейді және еңбек Балалардың еңбегі еңбек құқығы заңнамасында қорғалады. Жарайсыңдар балалар. Балалар топқашылардың өздері 3 балл üzerine бағалап шығамыз. Үшінші тапсырма. Ойлар жұптас бөлік әдісі әр жылға мәтін бөліп беріледі. Бірінші. Жұмыс беруші топқа еңбекті қорғау. Екінші. Еңбек даулары. Үшінші топқа еңбек дауларын шешу жолдары. Өздері оқулықтары бойынша мәтінді жұптасып бағалау жүргізілетін балалар.
дауларын шешу жолдарын айтады. Балалар 3 минут уақыт берілген. Дайын болған топ. Еңбекті қорғауда бізде құқықтық, әлеуметтік, экономикалық және де ұжымдастырылық және реабилитациялық шараларда жұмыскердің өміріне қауіп төнетіндей жұмыс жасамау керек. Оның құқығы заңнамада қорғалады. Еңбекті қорғау қауіпсіздігіне қойылатын талаптар Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінде көрсетілген. Бұл актілерде жұмыскерлердің өмірін және де денсаулығын сақтауға арналған іс-шаралар, нормативтер және де ережелер көрсетілген. Жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығын сақтауға бағытталған іс-шараларды жұмыс беруші мен Қазақстан Республикасының заңнамасына тыйым салмаған орындар қаржыландырады. Жарайсыңдар, керемет. Жұмыскерлер бұл мақсатта шығын шығармайды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік еңбек инспекторы бақылайды. Керемет. Келесі топ. Еңбек даулары. Еңбек дауларының түрлері әртүрлі болады. Еңбек даулары жұмыс беруші мен жұмыскер арасындағы келіспеушіліктен пайда болатын заңды акт. Еңбек даулары мысалы ол адамның құқығының бұзылуына және оны немесе мекеме алдындағы өзінің міндетін орындамауының себебінен болып отырады. Келесі. Мысалы, мекеме басшысының білімсіздігінен пайда болуы мүмкін. Еңбек қатынастарында көбінесе еңбек даулары жиі болып тұрады. Ол жұмыскер мен жұмыс берушінің арасында болады. Ол жұмыскердің құқық бұзушылығына алып келіп соғады. Жарайсыңдар балалар. Ал енді екінші топ. Жеке еңбек дауларын келісім комиссиялары қарастырады. Егер де келісім комиссиялары шеше алмаса, ол сотқа жүгінеді. Бізде ол әртүрлі ретмен жүреді. Бірінші. Жұмыс беруші қарастырады. Шешілмеген жағдайда бітістіру комиссиясы қарастырады. Онда да келісімге қол жетпеген жағдайда еңбек арбитражасы қарастырылады. Жарайсыңдар балалар. Соңында сот шешеді. Дұрыс айтасыңдар балалар. Олай болса балалар бағалау жүйесі бойынша 2 балдық жүйемен бағалап шығасыңдар. Топ басшылары. Балалар, келесі біздің тақырып фишбоун әдісі. Еңбек жағдайларына байланысты кәмелеттік жасқа жетпеген баланың құқығы бұзылуы фактілерін табыңыз дейді. Яғни Қазақстан Республикасы еңбек кодексінің негізінде жұмыс беруші іс-әрекетінің баптарда нақты дәлел келтіріңіз дейді. Олай болса балалар жағдаяттарды қазір өзінде беріп шығамыз. Осы жағдаят бойынша фишбоун әдісімен саласында. Бірінші жағдаяты. Жұмыскерлер тобы, жұмыс беруші тобы. Оқып шығайыншы. Бірде мектепте киноға актер бала таңдау үшін нәтижесінде 12 жастағы Димаштың фильмде басты рөлге шақырады екен. Сол уақытта Димашпен шұғыл еңбек келісімшарты жасау қажет болады. Бірақ Димаштың ата-анасы жазғы демалыста болғандықтан келісімшартқа баланың 18 жастағы туған ағасы қол қояды. Келісімшарт жасалған соң режиссер шілдеде түсірілім жасау керек болғандықтан бірде түсірілімді бастап кетеді. Астықтан әсерінен Димаш қатысатын түсірілімдер кез келген ауа райда түнгі 1 уақытына дейін созылып, Димаш аптасына 26-30 сағат жұмыс істейді
Екінші топ. Азамат 18 жаста, оның әкесі кенші. Азамат әрдайым әкесінің жолын қуғысы келеді. Жазғы демалысында көмір шахтасында көмекші ретінде жұмысқа орналасуға шешілген. Оның жұмысқа қабылдайды не үшін деп ойлайсыздар? Үшінші, Аружан университеттің бірінші курс студенті бола отырып, компьютерлік операторларында түнгі уақытта жұмыс істеуге шешім қабылдайды. Аружан түнгі уақытта жұмыс істей алады ма? Ал дескриптері комментке толмағандардың құқықтары мен міндеттері негізгі проблемаларын анықтайды, еңбек жағдайларының себептері мен салдарын анықтайды. 10 минут уақыт беремін, 5 минут. Жасанға және 5 минут болғанға. Түсінікті болсын. Азамат әрдайым әкесінің жолын қуғысы келеді. Жазғы демалысында көмір шахтасында көмекші ретінде жұмысқа орналасуды шешті. Оны жұмысқа қабылдайды. Не үшін деп ойлайсыздар? Проблема азаматты неге жұмысқа қабылдады? Себептері: азамат кәмелеттік жасқа толған. Дәлел, ол жұмысқа жазғы демалыстарда шығады. Орынды. Егер ол кәмелеттік жасқа толмағанда оны жұмысқа алмас еді, себебі 18 жасқа толмағандарға жер асты жұмыстары зиян және қауіпті жұмыстар істеуге болмайды. Яғни бұл жерде сендер азаматтың Неге қабылдағаны сен шығу қарастырыңдар, иә? Дұрыс айтасың. Ал енді оны жұмысқа қабылдаған кезде бірінші немен қабылданады? Жас пен кәмелеттік. жасына қарай Келісімшарт жасалады. Ата-анамыз келісімшарты болу керек. Дұрыс айтасың. Ал енді азаматтың жаңағы ата-анасы жазғы уақытында осындай ауыр келісі жұмысына жіберіп отыр. Ол дұрыс па? Олай болса, Бірде мектепке киноға актер бала таңдау үшін агент келді. Нәтижесінде 12 жастағы Димашты фильмдегі басты рөлге түсіруге шақырады. Сол уақытта Димашпен шұғыл еңбек келісім шартын жасау қажет болды. Бірақ Димаштың ата-анасы жазғы демалыста болғандықтан келісім шартқа баланың 18 жастағы туған ағасы қол қойды. Келісім шарт жасалған соң режиссер шілдеде мектепте бірнеше түсірілім жасау керек болғандықтан бірден түсірілімді бастап кетеді. Асығыстықтың әсерінен Димаш қатысатын түсірілімдер кез келген ауа райында түрлі бір уақытта кейін созылды. Димаш аптасына 26-30 сағат жұмыс істеді. Бұл дұрыс па? 18 жасқа толмаған ата-анасына 25 сағаттан аса жұмыс істеуге болмайды. Себебі олардың өміріне қауіп қатерлері бар. Сол себепті оларға ұзақ уақыт жұмыс істеуге болмайды. Себебі олардың сағат дұрыс жетілмеген, көп жұмыс жасауға үйренген. Қорытынды. Жасқа баланың ағасы қол қойғаннан соң ол баланың денсаулығына зиян келген соң ол өз басымен жауап береді. Ал егер жауап беруден бас тартса, онда еңбек туралы актері бір сағат болмақ. Дәлел. Кез келген уақытта және түнде кәмелетке толмағандар балаға жұмыс жасауға болмайды. Жарайсыңдар балалар, отыра қойыңдар. Аружан университетінің бірінші курс студенті бола отырып, компьютер
бізде Аружанның күнгі уақытта жұмыс атқаруы. Дәлел Аружанның 18 жасқа толмағаны және оған денсаулығына әсер етуі және оқу үлгеруіне әсер етуі. Себебі 18 жасқа толмаған мен 14 жасқа толмағанның құқықтары тең. Себебі еңбек кодексында 76-шы бапқа сәйкес заң бұзылады. Қорытынды Аружанның әрекеті университетте оқуына кері әсер тигізеді және түнгі уақытта кәмелет жасқа толмағандардың жұмыс атқаруы. Жұмыс атқаруы. Дұрыс айтасыңдар балалар. Олай болса балалар отырыңдар. Олай болса топ басына алып шығамыз, иә? Ал енді балалар, сендерге сұрақ. Қазіргі таңда біздің заманымызға қарай осы кәмелет жасқа толмаған балалар жұмыс атқарып жатыр. Соның бәрі қай кезде, қай жерде жұмыс атқарған жайлы білесіңдер ме? Қазіргі өзіміздің осы заманымызға қарай. Көбінше біздер қай жерде жұмыс атқарады? Тойханаларда даяшы болу. Сауда-саттықпен айналысады. Жаз мезгілінде ол көп кездеседі. Енді осының бәрі дұрыс деп ойлайсыңдар ма? Жоқ. Не үшін? Кейбір отбасыларда қазіргі жағдай шектеу болады. Олар аптасына тек 24 сағат қана жұмыс атқару керек екен, иә? Тек ата-ананың мақсатымен ғана мақсатымен ғана. Ал егер жұмысқа алушы кіммен келісім шартқа отырады? Ата-анасымен жұмысқа отырады екен. Жарайды балалар. Ал енді олай болса, өздерінің балдық жүйелеріңді маған айтып шығыңдар және кері байланысты бізде су беріп, барлығын түсіндім, енді түсініп келем. Осыған стикерлер беріп отырмын алдарға. Стикерлерге жазып, тақтаға іліп шығамыз. Жазған еңбегі қорғау туралы бір жағдаят бастырып келеміз. Барлық жүйе бойынша топ жетекші. Зерчиге берасың. Алды. Сержова Айдос, Ченова. Одан Ибердинге Жылбос 9. Серік Сандуғаш 10. Орынбай Шұғыла 9. Жамир Аштарович. Жұмыскерлер тобы, иә? Иә. Жұмыс беруші тобы. Келесі. Серік Сошев 9. Оның таңдағаным 9. Сетан Азамат 7. Алтынбек Арай 9. Кенен Сержан 9. Кенесбек Жаныбек 8 балл, Артыкарым Нұрдәулет 8 балл, Амангелді Айсұлтан 8 балл, Тоңабай Сәсәт 9 балл. Балалар болсаңдар, онда стикерлерді алып,
тұрып жауап беріп келіп шығамыз. Жағдаят бойынша болар жұмыс орналасу кезінде еңбек шартына жатқан жұмыс үшін еңбек шартына сәйкес әр айдың 15 күніне кешіктіріп жалақысын алуы тиіс. Бір айдан кешіктіріп жалақысын жұмыс беруші жалақысын бермеді. Бір апта өткеннен кейін жалақының жартысын беріп, қалғанын келесі айлыққа қосып беретінін айтты. Оған қарсылық білдіргені жұмыс беруші оның құқығын бұзатынын айтты. Жұмыс берушінің әрекеті заңды болып табылады ма деп айтып отыр екен. Олай болса осыны дәптерлеріңізге директор жазып аламыз. Және қазір осы жерде өз ойларын айта кетсеңізші. Олардың әрекеті және жұмыс берушінің әрекеті. Бұл жерде болаттың әрекеті дұрыс, ал жұмыс берушінің әрекеті заңды болып табылмайды. Себебі жұмыс беруші мен болаттың екеуінің жазбаша келісім шартқа қол қойғаны жайында айтылып тұр. Және де олар 15-іне келіскен соң ол айлығының полностью беруіне тиіс. Басында келісім шарт арқылы жасалады. Келісім шарт бойынша жауап береді. Келесі жұмыскерлер тобы өз ойларында. Жұмыс берушінің әрекеті заңсыз, себебі бұл жерде жұмыскер мен жұмыс берушілер арасында еңбек шарты жасалған, ал жұмыс беруші бұл еңбек шартты бұзып отыр.